Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді керемет болып шығатын, балалар қалдырмай жеп қоятын, ішмай қосылып жасалатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды илеп алатын боламыз. Табағымызға тұзымызды салып, оның үстінен жылы суымызды құйып аламыз. Және аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аштығымыз еріген соң, осылай азғантай өсімдік майын құйып жібердім. Енді оның үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз осындай, яғни жұмсақтау болып, пластилин сияқты керемет әдемі қамыр болды. Енді бетіні жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Біз оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен осылай 2 жуа, яғни пияз және іш маймен қойдың құйрық майыны алдым. Барлығын осылай майдалау етіп турап аламыз. Іш майды ұмытпасаңыздар, тек қана қойдың құйрық майын салсаңыздар да болады, немесе тек іш майдың өзіні салсаңыздар да болады. Енді қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 6 бөлікке бөліп алдым. Сіздер үлкендеу болғанын қаласаңыздар, 4 бөлікке немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді қамырларымызды осылай домалақ етіп жасап аламыз. Қамырларымызды біреуден алып, жақсылап жұқалау етіп жайып шығамыз. Мен осылай оқтаудың көмегімен үстінен басып алдым, және қамыр өте жұмсақ, қолмен жайсаңыздар да керемет жайылатын болады. Не осылай жайып алдық. Енді оның ішіне, яғни жуамызбен, пиязымызбен майымызды салып алатын боламыз. Пиязды да, майды да 6 бөлікке бөліп алдым. Яғни бөлемін. Ең алдымен жуаны салдым. Оның үстінен майымды саламын. Енді қамырымызды бір шетінен осылай домалақ етіп орап шығатын боламыз. Оралған қамырымызды тағы да осылай домалақ етіп, нан сияқты жасап аламыз. Не оқтаудың көмегімен осылай жайып алдым. Қалған нандарымызды да дәл осылай жасап алатын боламыз. Дайын болған нандарды мен пергамент қағазына осылай, яғни салып алдым. Еске алдымен пергамент қағазды салып, оның үстінен жұмыртқамызды осылай жағып аламыз. Бетінен күнжітімді сеуіп алатын боламын. 220 градуста 20 минуттай пісіріп алдым. Достар, өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Балаларыңыз қалдырмай жеп қоятын өте дәмді нандардың бірі. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және осы видеоға лайк басып, комментарийді арқылы өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.